Бәріңе сәлем. Мен қазір мынаның бәрін салып жатқаннан кейін адамдар ойлануы мүмкін. Өзі судан ақ сүттен таза, сүттен ақ судан таза деп сондай қылып ұстап отырған несі өз-өзін деп. Жоқ, олай емес. Мен де жасадым қателіктерді. Менде де жасап қоямын. Бәріміз пенде болғасын жасаймыз ғой, енді ондай олсыз болмайды да. Но просто түсінгендерін қалаймын да. Ладно, мен түсіндім өзім. И мен ол нәрсені исправить еттім да, нәпсімді басып қойдым да. Действиях просто өзгеріп, қалай жасау керек деп жатыр, соны жасап жатырмын да мына жақта. Ал сіздерге бір көріп отырған адамдарға мен бір жерлеріңе нәпсілеріңді оятып тигізу үшін айтып отырған жоқпын. Просто бір алдағы өмірлеріңде біліп жүріңдер деген сияқты. Бір уақыттар естеріңе түсіп кетер, может. Ол да бір көмек та сендерге. Мен білген нәрсені сендер де білгендеріңді қалаймын. Адамдар екі түрге бөлінеді. Человек слова и человек действия. Человек слова дегендер кімдер? Олар мен қазір айтып жатқан нәрсенің бәрін біледі ғой адамдар. Негізі мен айтпасам да ішпеу керектікті, шекпеу керектікті біледі, бірақ істейді да. На самом деле істейді. Білгені не керек оның? Ақылды болғаны, бірақ істейді. Олар человек слова. Есть человек действия. Олар қандайлар? Олар ойланбайды, оған біліп те керек емес. Ол, мысалы, білгенін істей береді, болды. Мысалы, и так и былай шекпейді в действиях. Действиях ішпейді. Действиях өзінің іс амалдарымен айналысып жүреді. Действиях біреумен шаруасы жоқ, тек өз-өзінде іс амалы бар. Алла тағала іс амалы бар адамдарды жақсы көреді. Негізі мынандай нәрсені историяға салып отыру, ол өте қатты қиын нәрсе де. Негізі енді біз блогерларға өзіме жауап беремін ғой. Бұндай контент түсірсең, адамдардың қабылдауы қиын да. Неге десеңіздер, адамдарға қазір қабылдау оңай не нәрсе? Развлекательный, адамдарды бір алаңдатады, ойнатады, бірдеңелер не істейді, короче. Настроениесін көтереді, жаңағыдай, прикол ұстайды. Сондай нәрселер қызықты, и сондай нәрселерге күшті комментарий қалдырып, күшті сөздер қалдырып сөйтеді да, бірақ ол нәрсенің бәрі мына өмірде қалып кететін нәрсе да. Ал менің сендерге айтып жатқан нәрсем анаяқтағы мәңгілік өмірге баратын нәрсе да. Енді ойланып көріңдер, кім сіздерге главный керек нәрселеріңізді ойлап айтып жатыр. Мына өмірде енді мына денеміз былай айтқан кезде бір максимум бір 100 жылға дейін келдік дейік шал. Бір 60, 70, 80 жыл өмір сүрдік, ал болды, бітіп кетті да. Мына киіміміз түсіп қалды да, денеміз имею қалып кетті жерде, ал жанымыз ұшып кетті на вечный жаққа қарай. Бақи өмір сүретін жаққа қарай кетіп қалды. И қай өмір енді важно, ол понятно да, ар жақ екенін. Енді мен сояқтағы өмірлеріңізге пайдасы тисін деген ойды айтып жатырмын мына өмірде да. Енді бұндай нәрселерді айту әрбір блогердің қолынан келмейді. Неге десеңіздер, енді ол үшін духым сильный болу керек олар. Қазір олар ойланады, ондай нәрсені айтсақ, активностьтен құлап кетеді, или там бәрі мені жауып тастайды деп, жабылып кетеді деп, жаңағыдай хейт толып кетеді деп. Оның өзіне де дух керек. Осы 2023-те басыма бір ой келді да. Енді мен де жеп жүрдім, ішіп жүрдім. Енді былай айтқан кезде қатты ондайға внимание бөлмей, осы өмірдегі өзімнің выживать етуіме керек қана нәрселермен айналысып жүрдім ғой. Сосын бір күні ойландым да, осы адамдар деймін да, қазір біреуге мен сотка подарить етсем, қанша гигабайт, емкость батарея қанша, бәрін зерттеп қарайды да. Или там машина подарить етсем, қанша лошадок, қанша аттың күші бар, литр қанша, бәрін қарайды да, зерттеп. И мен ойладым да, неге осы адамдар өз-өздерін зерттеп көрмейді деп. Мысалы, дене бітімімізді, отпечатокты не үшін берді Алла тағала, шашты не үшін берді, бәрінің өзінің атқаратын жұмысы бар ғой, машина сияқты то же самое біздің денеміз. И дәл солай бастадым, өзімді зерттеп көрдім, денсаулығымды, бәрін, қай жерім қандай жұмыс атқаратынын.
сосын бүкіл денелерімді зерттегеннен кейін мына орайды не үшін берді қарапайым бізге, басымызда орай бар ғой, сол орай не жұмыс атқарады. Короче, енді алла тағала жайдан жай беріп қойған жоқ қой бізге оның бәрінің өзінің жұмыстары бар атқаратын. Сөйтіп бәрін табам. Енді миға келем. Ең қиын сложный нәрсе ол мида, біздің миымызды зерттеу. Соған дейін жетем, миымды зерттей бастаймын. Қай бөлігі қандай жұмыс атқарады. Типа машина моторында Сартр қыздырады машинаны, тоқып береді деген сияқты. Дәл солай миымды зерттеймін, ішіндегі қай бөлігі қандай жұмыс атқаратын. Солай миымның түбіне дейін жете бергенде мен үшін еш нәрсе қиын болмай қалды. Таптым ішінен өзгерте алатын нәрсені. И өмірім вообще 360 градусқа өзгере салды. Бүкіл зиян нәрседен айырылып кеттім. Аллаға шүкір. Каждый секунд. Негізі мен андай адаммын да, тек қана мысалы білсем, бір нәрседен қарап білмеймін да, бір жолмен по биологии, по физике, оның бәрі жайдан жай шыққан нәрселер емес. Бүкіл жаған жақты қараймын, ответті жаған жақтан іздеймін. Сосын соңында финальный Құранға келем да, Құраннан іздеймін. Құранда бар нәрсе болса, значит дұрыс нәрсе, жақсы нәрсе деген сияқты вывод жасай бастаймын. Соның өзінде де бір Аллаға тапсырып қойып вывод жасаймын. Енді миымдағы түбіне жете берген кезде мен кейбір нәрселерді білдім да, миымызда мына нейронный клеткалар бар ғой, солар қалай жұмыс жасайтынын біліп алдым. Сосын оның біздің оң жақ бөлігіміздегі нейронный клеткаларымыз жақсы мысльдарды сақтап қалады, сол жағы жаман мысльдарды сақтап қалады. Сол кезде жаңағыдай бізге енді нәпсі мысльді қалай кидать етеді, черная энергия былай айтқан кезде қалай мысльді кидать етеді. Вот именно біз миымен ойланамыз да жаман нәрсені жасар кезде. Сол кезде біздің сол жағымыздағы нейронный клеткалар жұмыс жасай бастайды да, лақтырады да информацияны с прошлой жизнью, которую бір жерден көрдік, бір жаманды көріп қалдық, басымызға жазылып қалды, но оны білген жоқпыз. Потом уақыт өте бергеннен кейін бір ситуация тіреліп қалған кезде сол жаман мысль келіп қалады да басыңа. Дәл сол папка сияқты, компьютерде папкадан ақтарып алдыңа нәпсі лақтыра салады да. Сол үшін басымызда тек жақсы информацияға жинай беруіміз керек та, тек қана жақсы информацияға толтыруымыз керек. Қазір бәрі сотка қарайды, соткадан күніне 500 нормальный информация кіріп жатса, 500 жаман кіріп кетеді. Қорқынышты кино қарайды, ол да жазылып жатыр компьютерларыңа да, папкасына сақталып жатыр, бұлай айтқан кезде. И мен то же самое бір адамдарға сұрағым бар да. Өздеріңнен қымбат не нәрсе бар деймін да. Ладно, анаған басыңды қатырдың, анау қандай екенін қарап жүрсің, мынау қандай екенін қарап жүрсің, бәрін қарап жүрсіңдер да. Өздеріңді қарап көріңдерші бір рет бүйтіп. Қалай вообще мен кіммін деп пе? Ладно, сендер может біреулерің миллиардер, біреулерің миллионер, біреулерің бизнесмен, бірдеңесіңдер ғой, енді кімсің деген кезде. Но мен немін деп қарап көріңдерші өздерің. Қалай түсіндірем басқа? Мен немін деп қарап көріңдер да. Мына вообще дене бітімім қалай, Алла тағала мені мына теломды не үшін былай қылып берді деген сияқты қызық көріңдерші. Адамдардың берген подаркасы емес, Алланың берген подаркасы ғой мына теломыз. Соны зерттеп қараңдаршы бір уақыт болсын. Әйтпесе ондай адамды көрмеймін да, өз-өзін зерттейтін. Ең дұрыс жолды табасыңдар.